Нөмірі 18-ші мектептің мәжіліс залы ерекше салтанатқа бөленді. Мұнда жиналғандар тек мерекелік бағдарламаны тамашалап қана қоймай, болашақ мамандықтармен адалдық жайында мағыналы сұхбат құрды. Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаевтың ұсынған адал азамат тұжырымдамасын негізге ала отырып, жас ұрпақтың бойында еңбекқорлық пен жауапкершілік құндылықтарын дәріптеу мақсатында ұйымдастырылған бұл шараның маңызы ерекше болды. Адал азамат, адал еңбек, адал табыс деген тақырыпта бүгінгі күні 11 бітіріп атқан балалардың мамандықты дұрыс таңдауы, олар мамандықтарын бүгінгі күні таңдап алды ма, өз ойлары қандай екенін бөлісейік деп келдік. Бүгінгі күні енді мектептің оқушылары өз мамандықтарын таңдай білді, өз ойларын айта білді. Қаламыздың құрметті азаматтары, еңбек батырлары, сосын мына қаламыздағы қалалық ардагерлер кеңесінің төрағасы Рамазан Самаджайынович келді. Содан кейін Садвакасов Серік Телмен ұлы келді. Рашид Әмренович келді. Міне осындай адамдардың еңбектермен бөлісіп, қалай ерлікке жеткендігі, қандай марапатпен марапатталғандары, төстіндегі еңбек ері деген атақты қалай алғандықтары туралы балаларға айтып, балалардың мамандыққа деген сезімін оятып, жақсы үлкен пікір алыс болды. Шараның ең қызықты сәті мамандықтар шеруі. Оқушылар 5 топқа бөлініп, дәрігер, ұстаз, заңгер, тәртіп сақшылары және әскери қызметкер болудың жауапкершілігін жоба түрінде қорғап шықты. Әр топ өз саласының қоғамдағы рөлін көрсетуге тырысты. Шараның басты мақсаты оқушыларымыздың болашақ мамандық таңдаудағы ең басты жаңағы мақсаттарын, істерін жүзеге асырудың алдында әрбір осы қаламыздағы адал еңбек етіп жүрген, қоғамдағы үлкен рөл атқарып жүрген азаматтармен кездесіп, солардың жаңағы қоғамдағы рөлдерін анықтаудағы үлкен бір іс-шара өтіп жатыр. Балалар өз ойларын ашық айтып жатыр, және де үлгі алатын алдымызда үлкен адамдардың бар екендігі бұл қуанышты. Адал еңбек еткен адам ғана адал табысқа жетеді. Бұл қағида кештің басты ұраны болды. Шара соңында ардагерлер жастарға сәт сапар тілеп, ел болашағы адал мамандардың қолында екенін айтты.